Сәлеметсіздер ме біздің онлайн режимдегі көрермендеріміз? Уақыт талабының өзгеруіне байланысты Иван Шухов атындағы қалалық кітапханада бук оқшаулану жобасының алғашқы түсірімін назарларыңызға ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермендеріміз, биыл Солтүстік Қазақстан облыстық қазақ сазды драма театрының құрылғанына 20 жыл толып отыр. Бұл театр үшін ғана емес, бүкіл қоғам үшін, облыстың өнер мен мәдениеті үшін рухани мереке. Бүгін біздің құрметті қонағымыз Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Солтүстік Қазақстан облыстық қазақ сазды драма театрының директоры, үлкен өнер иесі, қазақтың рухани байлығы үшін өнер қосып жүрген Біржан Нұрмаханұлы Жалғасбаев. Құрметті Біржан мырза, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Алдымен театрымыздың 20 жылдығы біздің қара шаңырағымыз құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Сіздер үшін үлкен мереке, бізде ішінде осы театр 20 жылдығы қалай ойлайсыз? 20 жыл аз уақыт па, театр үшін біздің көп уақыт па? Енді бұл 2000 жылы елбасының мәдениетті қолдау жылы деп атаған өздеріңіз жақсы білесіз. Сол кезде қасиетті осы Қызылжар еліндегі соны 30-шы жылдардан кейін қайта еңсесін көтерді ғой бұл қазақ театры. Сол 32-ші жылдары, 33-ші жылдары қазақ труппасы болған. Сол кезде белгілі бір саяси жаңағы астарменен қуғын сүргінге ұшырап кеткен, жартысын халық жауы деп, жартысын жер аударып, көпшілігін жан жаққа таратып, бастапқы мақсат жаңағы олардың сол кездегі кеңес өкіметінің саясаты ғой, былай қарағанда қазақ театрын болдырмау еді. Мінекей содан кейін араға осындай жыл салып, елбасымыздың үкімімен, жарлығымен сол кездегі облыс әкімі Ыбыраев Қажымұрат Нағманұлы деген ағамыздың сол басқаруымен осы театр ашылған болатын. Сол 15 маусым күні бұрынғы энергетиктер сарайы, дворец энергетиков дейді, сол үлкен мәдениет үйін, ошағын жаңадан үлкен күрделі жөндеуден өткізіп, театрдың ғимаратына сай қылып, елбасы сол дайын театр труппасын ашуға, осы қазақ театрын ашуға арнайы сапармен біздің елге келді. Солтүстік Қазақстанға сол кезде 2000 жыл 15 маусымда театрдың ресми тұсауы кесілді. Қазақ сазды драма театрының. Қазақ сазды драма театры деп ашқаннан кейін оған есім берілу, кімнің есім берілу дегенде сол жылы Сәбит Мұқановтың 100 жылдық мерейтойы болып жатты. Сонымен тұспа-тұс келіп, сол Сәбеңнің атын берді. Мінекей енді қазір сол Сәбеңнің атында қара шаңырақ деп қазір республикадағы театрлар білетін үлкен дәрежеге айналыпты, үлкен беделге ие болды. Жаңағы өзіңіз қойып отқан 20 жыл аз ба, көп па деп отырған. 20 жыл біреуге аз шығар, біреуге көп шығар. Бірақ біз үшін ол кәдімгі бір белес, үлкен бір белес болып тұр. Сондықтан енді 20 жылда көптеген жетістікке жеттік. Аллаға шүкір. Дұрыс. Рахмет, мына театрдың қабырғасында алғашқы қадамдарыңыз туралы. Сіз басынан бастап осы театрда келдіңіз, жүрген театр бітірдіңіз, оқу орнында. Жүргенов, өнер академиясы. 20 жылдан бері осы театрда келе жатсыз ғой. Алғашқы қадамдарыңызды айтыңызшы театрда. Енді біз ең алғашқы 5-ші желтоқсан күні 1999 жылы 5 желтоқсанда біз Алматы қаласынан шықтық. Бір топ жігіттер, бір курстың жігіттері, бір 22-23 жігіттер мен қыздар, жастар. Ол кезде сол арамыздағы ең үлкен 22-23 жаста, қалғандары 20-21 жаста. Сол кездегі алғашқы директорымыз Оразалы Ақжарқын Сәрсенбек деген кісі. Біздің ұстаздарымыз Есімхан Обаев, Қазақстанның халық артисі, профессор. Сонымен қатар Өмірзақов Талас Камасиұлы, Әмина Өмірзақованың баласы біздің ұстазымыз болды.
Енді айтпай кетуге болмайды. Біздің ұстазымыз болды, Татьяна Қасымқызы Наурызбаева деген. Ол кісі біздің курсымызды ең алғаш 96 жылы біз өнер академиясына түскенде сол кісі қабылдады. Сол біз екінші курсты тамамдағаннан кейін ол кісі дүние салды, өмірден өтіп кетті. Сол апайымыздың орнына доцент Құрманғожаев Бекболат Болатжанұлы деген ағамыз педагог келді, актерлық шеберлігінен. Мінекей осындай құраммен біз Қызылжар қаласына жол тарттық. Ең алғашқы келген сәттеріміз көз алдымызда. Осы мынау вокзалдың ең алғашқы бірінші жолына, ол кездегі сол пойыз, Алматы-Петропавл пойызы, содан түсіп, керемет қазақтың дәстүрімен қарсы алып, ол кездегі жаңағы біздің ел басында осында қызмет бабында жүрген, жаңа айтып өткен әкіміміз Қажымұрат Ыбырайұлы, ол кездегі культураның бастығы Лопухин Виктор Прокопьевич, орынбасары Балмұханов Амангелді Қанайұлы, облыстың әкімінің орынбасары Құдайберген Калиев, сол кісілер барлығы бізді осы қарсы алып, бізді орналастырып, 6 желтоқсан күні пойыздан түстік. Жаңа қазақтың да, орыстың да ұлттық дәстүрімен бізді қарсы алды. 99 жылы 6 желтоқсан күні әдемі қыстың жаймашуақ күні болып тұрды. Сол кез әлі есімде, 6 желтоқсан, осыдан 20 жыл бұрынғы уақыт. Керемет қала, сондай бір таза, шағын, қысы керемет, ауасы таза, сондай қалаға келіп орналастық. Сол пәтерлерге бөлді. Сол ертесі күні, сол 7 желтоқсан күні бірден жұмысымыз бастап кеттік. Ол кезде біз Николай Погодин атындағы орыс драма театрының ішінде болдық. Сонда бірінші сол жерден бастадық жұмысымызды. Сол желтоқсан, қаңтар, ақпан, наурыздан кейін сол сәуір айының аяғына таман, сәуір айын толтырып, сол мамыр айында біз көше бастадық ақырындап. Сол орыс театры кезінде сол алғашқы біздің тоқтаған жеріміз сол орыс драма театры. Рахмет. Енді балалық шағыңызға тоқталып кетсеңіз, қайда және қалай өтті балалық шағыңыз? Енді менің өзім туып өскен жерім Қызылорда облысы, Байқоңыр ғарыш айлағы ғой, енді әлемге белгілі жер. Сол Байқоңыр жерінде, елінде туып өстік. Соның жанындағы Төретам деген кішкене, ол кезде кішкентай ғана қыстақ еді, қазір үлкен кентке айналды. Сол жерде қазақ мектебін бітірдім. Байқоңыр қаласында училище оқыдым 3 жыл, 9 сыныптан кейін. Сөйтіп 96 жылы Алматыға келдім. Өнерге келуіңіз осы сұрақ туып не себеп болды? Өнерге келуіме, менің өнерге деген алғашқы махаббатым шығар себеп болған. Өйткені бала кезімде мен сол Сырдарияның жиегі болғасын, сол Сырдарияның жиегінде, үйде ешкім жоқ кезде сол ән айтып, жаңа табиғатпен сырласып, бір кішігірім жаңа кейіпкерлерді сомдап, өзім бір кино болып, өзімше бір спектакль құрып, сөйтіп жаңағы ән айтып сөйтіп жүретім. Мүмкін сол шығар енді мен жетелеген. Өйткені мен 9 сыныпты бітірген кезде медик болам дедім. Денсаулық сақтау басқармасының маманы болам дедім. Медицина қызметкері болам дедім. Бірақ ол өкінішке орай ол оқуға түсе алмадым. Содан кейін барып жаңағы кәсіптік техникалық училищеде ағаш шебері, әйнекші деген, сосын автокөлік жөндеушісі деген мамандықпен оқып бітіріп, бірақ сол айналып алғашқы махаббатыма сол қайтып оралдым ғой өнерге. Сол өнерге бару үшін мен енді Алматыға келуіме тура келді. Өкінбейсіз ғой? Сол үшін Алматыға келдім, осы оқу ордасын іздеп келдім. Жоқ, өкінбеймін, өйткені мен енді тікелей тағдырыммен байланысты болып тұрғанын қазір түсініп тұрмын ғой. Ол кезде енді түсінген жоқпын бұны. Бірақ қазір ойласам, бұл менің тағдырым екен, өнер жолы. Дұрыс айтасыз. Жарайды, енді театрға оралайық.
Енді сіз театрдың қазір басында тұрсыз. Мынау біздің театрдың өзінің келбеті бар театр. Ол қазіргі заман талаптарға жауап бере алатын кәсіби жоғары білікті өнер ордасы. Осы уақыт талабына байланысты бүгінгі тынысы қандай? Жаңа әдістер қолданып жатсыздар, көрермендеріңіз көреді, біздердің әртүрлі сайтта отырасыздар, біз де қолдаймыз, жібермейміз. Өте талантты жастар бар. Иә. Жаңа форматқа көшіп жатсыз, неге? Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Бұл енді заманның ағымына байланысты ғой. Қазіргі таңда халықтың көрерменнің көзі ашық, көкірегі ояу. Онан кейін жан-жақты ақпарат өте көп. Сонан кейін мейлінше осы халыққа барынша жақын болу форматтарын қарастырамыз. Яғни бұрынғы үлкен театрлардағыдай айғайлап сөйлеу, пафос, жаңағы жан жоқ бір айғайлар, болмаса 2-3 сағаттық адамды ұйықтатып тастайтын спектакльдер деген ол қазіргі таңда халықтың уақытымен санасуымыз керек. Сол тұрғыдан келгенде бізге осы 1 сағат 20 минуттық, 1,5 сағаттық қойылымдарды көбінесе біз қолдаймыз. Сондай қойылымдар қоямыз. Жаңа форматта мынау енді Шухов атындағы кітапхананың бір ерекшелігі, біз өте тіке қарым-қатынастамыз, байланыстамыз біздің актерлармен, режиссерлармен, біздің труппа меңгерушісі Дәурен Тойбазаров, театрымыздың режиссері, көркем жетекшісі Фархат Молдағали, актерлар да бірінші рет келіп осында өздерінің сұхбаттарын берген. Сондықтан да олар да өзінің сұхбатында айтқан шығар, бірнеше сұхбаттарында саунд драма жанры, ол музыка мен адамның жан дүниесін үйлестіру. Музыкамен адамның жан дүниесін, адамның сезімін, адамның психофизикасы дейміз ғой, ішкі әлемін, соны музыка арқылы, қозғалыс арқылы, пластика арқылы жеткізу форматында, жан-жақты форматта жұмыс істеп жатырмыз. Бұл енді бүгінгі заманның талабы. Онлайн режимде де көптеген форматтар бар, поэзия болсын. Мына Сәбит Мұқанов атамыздың өмір мектебінен атты романнан үзінділер оқып, сосын жаңа тікелей эфирлар жасап, актерлардың мынау жансыр деген бағдарлама жасадық. Бұл актер, халықтың алдында актер, ол сахнаның артында қандай? Оның да жан дүниесі бар, оның да өмірі бар, оның да айтатын өзінің ішкі сыры бар, мұңы бар деген сияқты сондай бағдарламаларды да біз осы 20 жылдықтың аясында бастап кеттік. Тікелей эфирлар. Енді біз театрдың өмірі, бізді кітапхана айтып кеттіңіз ғой, тығыз байланысты бізді қызықтырып отырады. Бірақ әдебиет пен өнер егіз ғой. Өнер адамына абай жолын оқу керек деген бар екен, соған келісесіз бе? Өте дұрыс. Өте дұрыс. Өйткені бізде осы абайдың 175 жылдығының қарсаңында қазір үлкен бір қойылымды қойсақ па деп отырмыз. Абайды оқу керек, абайға үңілу керек, абайдың әлеміне бару керек, абайдың қара сөздерін зерттеу керек, өлеңдерін оқу керек. Онда бір шырғалаң ештеңе жоқ. Ол нағыз кәдімгі бүгінгі өмірді абай сол кезде айтып кеткен. Бүгінгі болып жатқан қоғамды сол кезде айтып кеткен. Абайдың жаңашылдығы, абайдың әлемі мына заманмен үндесіп отырады. Қоғаммен үндесіп отырады. Баяғыда біз оқып жүрген кезде, студент кезде ұстазымыз айтатын, қарындарың ашса абайды оқыңдар деп. Қарындарың ашса абайды оқыңдар деген сөзі тоясың дейді. Сонда біз тікелей қабылдаймыз ғой, қарнымыз ашса абайды оқу керек. Оның ішінде қазы да бар, ет те бар, жылқы да бар, бәрі де бар, байлық та бар оның ішінде деп айтатын. Расымен де соны дұрыстап қазір үңіліп қарасам, абайды оқысаң жан дүниең байиды. Құлақ іздейсің, бүгінгі өмірді көресің, бірақ
бір оқып шыққан кезде көптеген мынау бір ұсақ дүниелерден бір арылуға тырысасың, бойыңдағы бір пендешілік. Сондықтан абайға бару керек, абайды оқу керек. Мен осы ретте айтар едім, әр отбасына биыл абайдың театрға ғана емес, әр қазақтың отбасына абайдың 175 жылдығының қарсаңында абайды оқу керек. Абай жолы романын оқу керек, қара сөздерін оқу керек, өлеңдерін оқу керек, әндері бар, күйлері бар абайдың. Сондықтан да сол әлеммен танысып шықса артық болмайды. Дұрыс айтасыз, рахмет. Енді әдебиет, кино, театр осы өнер адамның жан тазалығын сақтауға арналған өнер дейді. Соның үшін театр өнері қазір қоғамды ізгілендіруге, жаңағы адамның жан тазалығын сақтауға көмегі тиіп отыр ма? Қалай ойлайсыз? Енді театр адамның айнасы дейді ғой. Адамның айнасы дейді. Көрермен театрға не үшін келеді? Көрермен театрға өзін көру үшін келеді. Өзін жаңа сырттан көруге келеді. Сол үшін театрдың мақсаты, театрдың репертуарлық саясаты келген көрерменнің талғамын дөп басып тауып отыру керек. Көрерменге керекті. Қазір енді мынау нарық заманы болғаннан кейін мынау базарға барсаңыз түрлі тағам бар ғой. Түрлі тағам алдыңызда тұрады. Қалағаныңызды аласыз. Театрда да солай болу керек. Театрларда түрлі постановкалар болу керек, түрлі қойылымдар болу керек. Халық репертуарымен танысқан кезде бай болу керек оның репертуары. Сонда қалап отырып мен мына дүниеге барам, мына дүниеге барам деп таңдап келген кезде біз соны көрсете алуымыз керек. Сондықтан да адам мынау күйбің тірлікте бір сәтке ұмытып, шаршағанын басып, кішкене болса да егер де жақындарын сағынып жүрген болса, көңілін бір босатып алуға, егер көңілін көтергісі келсе бір комедияға келіп кішкене жақсылап күліп алуға, бір өзіне бір ой түйуге, тек қана күліп жылап кету емес, ой түйіп, сол ойдан өзіне нәтиже шығарып, қасындағы жора жолдастарын, таныстарын біз не істеп жүрміз? Театрға барып ойланайық. Театрға барып, жаңа айтады ғой, перезагрузка дейді ғой, қайтадан өзімізді қарайық. Біз қайда бара жатырмыз? Әкемізді ұмытып бара жатырмыз, шешемізді ұмытып бара жатырмыз. Қазір сондай бір уақыт болып тұр ғой. Араласу деген, сөйлесу деген, сырласу деген дүние азайып бара жатыр. Барлығы электронный, мынау жаңағы цифровой әлемге кетіп бара. Дұрыс, цифровой әлем болсын, интернет болсын, оның барлығын тиімді пайдалану керек. Бірақ адам өзінің құндылығын ұмытпау керек деп ойлаймын. Адам осылай сөйлескен кезде бір-біріне жаңағы ішіндегі сырын айтады. Осындайдан идея туады, жақсы әңгімелерден. Сондықтан да театрға келіп тұру керек. Ол тірі организм ғой. Ол жерде кино емес, ол бір электронды дүние емес. Актерлар тірідей сахнаға шығып, ән айтып, монологтар оқып, керемет образдар жасап жатқан кезде ол үлкен күш береді көрерменге. Үлкен күш береді. Рахмет, Біржан мырза, мінекей көп ойыңызбен бөлістіңіз. Енді мына жеке бас мәселесін келетін болсақ, адамның қандай қасиеттерін бойында бағалайсыз сізге? Тұрақтылық. Бірінші тұрақты болу керек адам. Бір жерден бір жерге секіріп, жаңа қазақ айтады ғой, тал бір жерде өседі дейді. Бәйтерек бір жерде өседі. Ол талды суырып алып келесі жерге ауыстыра берсең, ол талдан не қалады? Түк қалмайды. Сондықтан менің жалпы өзім тәрбием солай. Әкем марқұм айтушы еді, тұрақты бол балам деп. Мен сол әкемнің айтқан бір ауыз сөзін өзімнің өмірлік ұстаным қылып алдым. Тұрақтылық бар жерде береке бар деп. Бірінші адамға тұрақтылық керек. Сосын тазалық керек. Тазалық бар жерде көп нәрсе жақындайды адамға, көп нәрсе ашылады. Өзің таза болмасаң, ол көп дүние ашылмайды саған. Құран да сырын айтпайды, кітап та саған ашыла қоймайды. Тіпті досың да саған ашылып тұрса әңгіме айтпайды. Мен ойлаймын, осы бір қасиеттер сонан кейін талапты болу керек деп ойлаймын. Талап қою керек, оны орындау керек. Мақсат болу керек, иә. Дұрыс айтасыз. Енді ұлы Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан екен, өзіңізді сынбен қарай білу оңай іс емес деп. Иә. Сынды қалай көтере аласыз ба, сынды? Сын болмай шын болмайды дейді. Біз сынмен өскен актерлармыз. Мен талай фестивальдерде
қанша лауреаттар болдық келген жылдардан бастап. Мен ойлаймын, бүгін сыннан өту. Оның барлығы фестивальға барғанда біз спектаклімізді көрсетеміз. Сонан кейін жаңағы театр сыншылары, критиктер жерден алып жерге салып жатқан кезде біз ойлайтынбыз, неге осылар ұрса береді, неге бұлай емес, неге бұлай емес. Соны дұрыс болсын, дұрыс бағытта жүрсін, дұрыс түсінсін театр әлемін, драматургияны, пьесаны, актерлық шеберліктің не екенін, режиссураның не екенін түсінсін деп айтады екен ғой сол кезде. Біз содан өзімізге жаңағы қабылдап алып, нәтиже шығарып, жұмыс істеп көрдік, жаман болған жоқпыз. Сондықтан сын керек, бірінші орында сын керек. Сын болу керек барлық жерде. Дұрыс, енді мынау бірде-бір ұлт азамат ретінде сізді қоғамда болып жатқан қандай мәселелер толғандырады қазіргі заманда? Заман өзгеріп жатыр. Бұл енді үлкен күрделі сұрақ екен. Бұған денсаулық деп бастайықшы. Иә, енді қазіргі мынау болып жатқан қиын жағдай, пандемия жағдайы, бұл былайша айтқанда 21 ғасырдың алғашқы 20-шы жылындағы, 21 ғасырдың алғашқы 21 жылындағы бұл, білмеймін, ұлы отан соғысы көрді қазақ, ашаршылықты көрді, қудалауды көрді, барлығын көрді, неше түрлі зорлық зомбылықты көрді ғой. Енді әлем деп айтпайық, бұл енді біздің елімізге өте ауыр тиіп жатыр. Сондықтан бір-бірін сақтау керек, халқымыз сақтану керек. Сол осы індеттен сақтануда оңай болып тұрған жоқ. Үлкені болсын, жасы болсын, бәрін қамтып тұр ғой. Сондықтан да біз ойлануымыз керек. Жалпы осы мынау карантин басталғалы, осы жылдың наурыз айынан басталды ғой осының барлығы. Наурыз айынан бастап 2-3 ай карантинге кетті, мінекей әлі де созылып жатыр. Осы уақыт аралығында адамдарды, жалпы адам ойлану керек деп ойлаймын. Ары қарай қалай қадам басамыз, қандай шешім шығарамыз, қандай әрекеттерге барамыз. Соның барлығын ойланып, ысырапшылдықтың барлығын, жаңағы қаннен қаперсіз жүріп тұрудың барлығын меніңше қазір тоқтататын кез келді. Ойсыз, қайғысыз, мас күнің кімді көрсең бәрі дос деп Абай атамыз айтқан сияқты, жастық кездегі немен айтылған сияқты, сондай жүріс-тұрыстың барлығын тоқтату керек қазір. Әр қадамыңды ойланып басу керек. Мынау жоғарыдан қойылған санитарлық талаптарды жақсылап орындау керек. Оның барлығы жай дүние емес. Маскыңды тағып, қолыңды шайып, үйге келгенде жуынып, шайынып, сол дұғаңды оқып, бір Аллаға сыйынып, сөйтіп жаңағы ретсіз далаға шығуды тоқтату керек қазір. Кішкене шектеу қойылу керек, кішкене емес, біраз шектеу қойып, көп нәрсені тоқтату керек. Дұрыс айтасыз. Енді уақыты келіп, осы нәрсе тоқтағаннан кейін, жаңадан мен ойлаймын, бүкіл халық, ел, бүкіл әлем, тіпті әлемде басқаша әрекет жасайтын шығар. Адамдар бір-біріне жақындай түсетін шығар. Адамдардың мейірімі қазір көп жерде білініп жатыр, бір-біріне қамқор болып жатыр, көмектесіп жатыр. Мына үкіметке деп қарап отырған жоқ, бір-біріне көмектесіп жатыр. Ол да болса біздің қазақ халқының кереметтілігі, қасиеттілігі, ерекшелігі, қамқорлығы бір-біріне деген бұрыннан келе жатқан. Сондықтан да аман болайық, бар болайық, сақтанайық, еліміз осы індеттен аман есен шықсын, бүкіл әлем арылсын, бір-біріне деген есіктері ашылсын, көршілермен бір-бірімізге есіктеріміз ашылып, бір-бірімізге бұрынғыдағыдай қарым-қатынасымыз жалғасып, достықтарымызды арттырып, экономикалық, әлеуметтік салалар болсын, басқа да салалардан жұмысымыз алға қарай ілгері берсін деген ниет білдіргім келеді, амандық тілегім келеді әрбір қазақстандыққа. Рахмет, құрметті көрермендер. Бүгін Біржан мырзаның айтқан тілектері Алла тағаланың құлағына шалсын, қабыл болсын дейміз.
Сізге Әмин. көп рахмет уақытыңызды бөліп бергеніңізге. Денсаулығыңыз зор Рахмет, болсын. сіздерге рахмет. Аман сау болыңыз. Рахмет, сіздерге көп рахмет.